өсімдіктер суды қалай сіңіретінін білуге келсек, тәжірибе жасап көрейік пе? Иә. Кәне, олай болса, стакандарымызға суды құяйық. Кәне, құйып шыға қойшы. Енді бояуымызды суға салайық. Мына қағаз сүлгінің бір ұшын суға саламыз, бір ұшын стаканның ернеуіне шығарып, асырып қойып қоямыз. Ал келесісін сен жасай ғой. Сала ғой. Ал ертең не байтағын қарашы. Дұрыстап қарайық керек. Су. Қайтты қарашы, не көріпсің? Енді не түсіндім? Өсімдікке саламын. Суды бойына? Суды бойына шымалады екен. Иә, дұрыс айтасың. Суды бойына сіңіріп алады. Олар солай қоректенеді. Балаларға? Бала да үйдерінде осындай тәжірибе жасауға болады. Иә, әрине, балаларға осындай тәжірибе жасап көруіне болады. Осымен біздің бүгінгі тәжірибеміз аяқталды. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.